Жума ве ақшам шерефлеріңіз хайырлы олсын. Бүгін декабрінің 16-сы ве Қырым ишғалінің 1023 күні. Бүгін кефірімізде бойле хаберлер. Диссидент Сахаровның өлімінден 27 ел кечті. Ойле алчақ көңілі адам еді. Ең çok бойле хатырлауларым бар. Рухи хастаханеден аписханеге. Қырым мұсылманлары мечбури экспертизадан кечтілер. Террористлер скиф алтынларыны Қырымға қайтармаға ваде етелер. Біз Киевні басып алған сон, алтынлар Қырымға қайтыр. Адвокат Николай Полозовға қаршы жинай иш ачылмайжақ. Оны прокурор ішіне қаршывы махкемеге урметсіз мұнасебеті ве иш вақтында кемет темсілжінің ақаретлевінден бағылы мадделер бойынша қабатлайжақ олғандырлар. Полозовның айтқанына көре, ой ишғалжы прокуратура ве тәқиқат комитетіне қаршылық көстеріп oldu. Тек ФСБнен анлашмақ қалды, мескүр қызмет оны межлис рейсінің муавины Илми Умеровның ішінде қорыйжы статусындан марум етмек істей. Адвокат махкеме қарарына шикает етежек. Психиатрик хастаханеден аписханеге Хизбут Тахрир іші бойынша яқаланған Муслим Алиев ве Арсен Джипаровны кечірділер. Олар психиатрик хастаханеде екі автодан зеде мечбури психиатрик экспертиза кечкенінділер. Декабрінің 5-інде Ахмежетінің Ишғалжы Киев район махкемесі оларының апысты мұдетіні февральның 8-не қадар девам еттіргендір. Ялтада Хизбут Тахрир іші бойынша яқаланған Имирусин Куку, Муслим Алиев, Арсен Чипаров, Энвер Бекиров ве Вадим Сирук ярым елдан зеде апысты болыналар. Уғы қорайжылар оларыны сияси мабүслер оларақ белгілей. Яқаланған Қырымлы Украина ватандашы Владимир Балухның евінде Тинтювны Украина хавсызлық шурасы Қырым Беркутның сабы хадимлері Верусия ФСБ темсілджілері кечірділер. Сон кесі олса керек өзінен силя кетіріп Балухның евіне ташлаған. Мұны Украина ұғы қорыйжылары білдіре. Бұндан дағыры оларының айтқанына көре Украинада Балухның яқалануы ақында қарар чықарған қады ФСБ векілеріне қаршы еменге хайынлік еткенлері үшін жинай иш ачылғандар. Шымды Владимир Балух Ахмежет СИЗОсында бұлына. Украина фальжысыны қанунсыз шекелде силянын сатын алмасында ве сақланмасында қабатлай. Ноябрьнің 29-ында Балух Осевнің диварына Небесная сотня қараманларының соқағы 18 адлы тақтаны тіклегендір. 2014 сенеден берлейсе евнің даму үстінде Украина байрағы елпірей. Тинтювны Леонов Алексей Николаевич кечірді ошымды майорыла. Қырымдаки СБУ баш идаресінде чалышты, вейчки ишлерінің елбашчысы она насыл янашқаныны анлатқан еді. Оны тоқтатмайып ақаретледі. Она ән чоқ правосек яда бандеровец деп айтылды. Ички ишлерінің елбашчысы бұтын бандержилеріні тапып, апыске қапатачығыны айтты вейләқле. О Қырым татарларының ақларыны қорчалав меселесінде бойсунмады. Белі совет диссиденті ұғы құройжы дүнияның Нобель мүкефатының лауреті академик Андрей Сахаров 27 ел әвелсі бұ дүнияны терк еткендір. Киевде оның қатырасына ақшам тедбірні тешкелеткендірлер. Советлер бірлігінің мешур алемі Нобель мүкефатының лауреті ве біріншіден ұғы құрчалайжы Андрей Сахаров вефат еткенінден 27 еллығына Киев Милли филармониясында қатыра концерті өткерілді. Ақшам репертуарыны апансыздан сайылмағандар. Мы решили сделать так, чтобы это была любимая музыка. Бүгін концертте оның ән севімлі музыкалы нағмелері яңғырады. Шниткені пек севеді. Бұл сене мерасимыны зиялыларға бағышладық. Ве Қырым татарларының яны фажасына. Сахаров Қырым татарларыны пек құрчалайды. Сахаров был одним из защитников. Мусафирлерінің базылары Сахаровны шақсен біліп, аятларына насыл етіп тесер еткені, ве хатырларында не шекелде қалғаны ақында икея еткендірлер. Его идеи, которые были высказаны в 60-е годы.
60-ші сенелері айдынлатқан фікірлеріні ұнытып оламайым. Оның инсан ақларыны саяси мабус ве Қырым татарларының қорчалаф әрекеті бұйыкте сурат қалдырды. Мен ұқық қоруйжы олғанымна Андрей Дмитриевичке минидарлық білдірем. Сахаровның соңки суретіні мен яптым. Тамам оның вефатына бір ай қалғанда чықардым. Джемилев в то время держал голодовку. Эта голодовка... О заман Мустафа Джемилев açılıqны ilan etken еді. O 10 ay ve 3 gün devam etti. Андрей Дмитриевич оға o vaqt öyle dedi. Mustafa yeter, elinden kelgenini yaptın. Sen sağ olsan daha faydalı olursun. Açılıqны toxtat. Mustafa ona red etip olamadı. Мы просим тебя, чтобы ты эту голодовку остановил. Қырым татар миллетінің лидері Мустафа Джемилев үшін Андрей Сахаров ади бір шахыз дегілде, оның үшін о ожа ве устаздар. Она о аляда минетдарлық білдірмекте. Мустафа Джемилев Сахаров или олған икейіні тариф еткендір. Меня посадили в тюрьму, и мои родственники приезжают в дом Сахарова. O zaman men türmede bulunaydım. Benim soylarım Pötr Grigorenko'nun evine gelip Mustafa Cemilevni nasıl etip azat etilmesini muzakere ettiler. Anda bir yuvaş yigit oturaydı. O da değil. Bir müracaat yazayık ve anda Sakharov'nın soyadını da belgileyik. Tatam ona cevap beri. Utanmaysız mı? Sakharov öyle belli insan. Nasıl etip onun adını kullanayık? Bu yigit gülümsürep o Sakharov olganını anlattı. Öyle alçak gönüllü adam edi. En çok böyle hatırlamalarım var. Такой вот был скромный. Но больше всего, вот такие вот мелочи очень запоминаются. Бір чоқ инсанлар үшін Андрей Сахаров sıradan бір ұғық құрчалайжы дегіл. О тоталитаризмнен күрешнің ве инсан ақларының басқысына қаршы чыққанын тимсалыдыр. Концерт девамында бір істеген шахыс Андрей Сахаровның илми ве ұғық құруйжы әрекеті ве ағырылықларыны енген ве істегеніне ирешмесі ақындаки китапны тақдим еткендір. Ескендер Меметов, Эдем Сейдалиев, Заман, АТР. Тақиқат комитеті генчіліксанын олымы бойынша жинай иш açты. Қабатлы шахыс өз профессионал вазифелерінің бежермемесі үшін училға сербестліктен марум етілебілі. Ноябрь айында Ахмежетте бала тапқан 29 яшлы Зоря Сулеймановаға ярамай тибби ярдым көстерілгені себебінден яш қадын эляк олғандыр. Батыларны жазаламақ керек. Böyle şeyler tekrarlanmaz. Менің балаларым анасыз қалды. Ал азырда мен оларға әмде баба, әмде ана олам. Киевде Қырым журналисті Николай Семенанын тамамен тұтып алынған адлы фотосергісі açılды. 11 фоторесім ФСБ тинтуінден сон архивінден сақлап қалынған күчік бір парчадыр. Сергі тәшкілатчылары бойлы тәдбірлер Қырымдан чықмасы ясақ етілген журналистке маневи жеттен қол тұтқандан эмин. Николай Семена День газетасы ве зеркало недели нешірінің сербест хадимі олып, ижғал етілген Қырымда экстремизмде қабатлана. Він зараз не все може сказати, не все може написати. Шемду çok şeylerini aytıp olamay, çok şeylerini de yazıp olamay. Ama o foto resimlerini çıkarmaya devam etti. Onda yıllar devamında çalışkan malumatını kanunsuz aldılar. Ama bu onu toxtatmadı. Eminim ileride onun yanı icadi işlerle tanış olacağımız. Фотоматериалы, над которыми он работал на протяжении... 20 sene devamında foto resimler üzerinde çalışmalarını kanunsuz aldılar. Foto sergide bizler beyaz portretini numayiş ettik. Anda 90 gigabayt yazdık çünkü bu kadar malumat onda var idi. Bu işlerde Kırım'da çıkarılgan foto resim olması gerek. Украина Медениет назерлігі Қырым музейлері Амстердам махкемесінің скит алтынларыны Украинаға қайтармақнен бағлы қарарына шекет етмейжегіне үміт еті. Мұны Украина Медениет назерінің бірінші муавины Светлана Фоменко Фельменгтен қайтып білдірді. Дейкі Қырым тарафының махкемеде кетірген делелер дұйғылы олып, ұқықи бақылмасы еле ич алақасы жоқ еді. Тарафлар шекет аризасыны 3 ай ішінде бере біле.
Дуже вражав той факт, що жоден представник кримських Mahkemede Kırım muzeylerinin vekilleri kelmedi. Buna şaştım. Kırım tarafını Rusya Federasyasının vatandaşı teşkil etti. Acayip bir şey. Ukraynalı Kırım muzeylerini Rusya tarafı korçalay. ДНР террорист тешкилатының yolbaşçısı Александр Захарченко Амстердам mahkemesinin kararını hukuk cihetinden yanlış dep tanıdı. Onun adamları Ukrayna paytahtını zapt etken son skit altınları Kırım'a kaytacak dep vade etti. Bugün pek çok adaletsizlikten rast kelemiz. Afsuski şeyge tesir etip olamayız. Lakin men vade etem. Biz Kiyevni basıp algan son altınlar Kırım'a kaytır. Kırımның işgalci hakimiyeti kış ortasında adamlarının teşviklerini kapatmağa karar algandır. Ahmejit'nin Rubtsov sokağındaki yatakхане sakinleri kun yangın çıkar dep korkalar. Merkezi kızdıruf yok, kızdırgaçlar kullanıla, olarının tellerine ise teşvik damdan suv tamlay. Суықлар келгенінен ве қар яғмаға башлаған сон ватандашлар дам тамир етілгенінден шикаятчыдыр. İnsanlar damlara қажақ деп қорқа ве қасветлене. Bu bizim kızdıruvumuzdur. Işık olmasa ve dışarıda soğuk olsa, mına bu yer koyu kırmızı ola ve teller yana. Çığılçım da ola. Kızdıruvumuz yok, elektriklerini kullanganımızdan sebep teller sık-sık yana. часто и густо перегорают провода. İşgal altındaki Yaramadan'ın yol hizmetleri de kışta kıpırdamağa başladı. İnternet kullanıcıları kefedeki yol işlerinin videosunu aydınlattı. Gece gündüz kar, yağmur yağsa da asfalt döşeyler. Kırım'da ava bozuk, fevkulade vaziyetler nazirligi bu kunlerde dağlarda sığ erejegini tahmin ete. Birkaç şehirde yağanaklar yağandır, ava yaramay olganına bakmadan yollar bozulmasın dep üstüne bir şey sepilmey. Bu ilece paytaxtda acele yardım maşinaları vaxtında kelip olamay. Bu bizim sonki haberimiz edi. Aterden ayrılmanız, görüşkence.